Намаскар, армыстар. Намаскар деп йогиндер амандасады, алдына келіп тұрған адамның ішіндегі нағыз адаммен амандасады. Ал намасте деген ол бір асқан тұлғаға, гуруларға, ұстазға, ата-аналарға амандасады. Мысалға, ата-ананың, бір гурулардың, ұстаздардың сізге бір көңілі толмай жүрсе, сіз қанша жерден дамимын десеңіздер де, не істеп жатырсаңыз да, сіздің бір қолыңыздан бір нәрсе істей алмай, бір жолыңыз болмай жүреді. Егер де сіз сол кісілердің батасын алғыңыз келсе, сол кісілерге толықтай жасап жүрген ісіне қабылдаған болсаңыз сол адамды, ата-анаңызды, әрине 100% адам болмайды, кішігірім бір қабылдамайтын нәрселеріңіз болса да, бірақ толықтай ұстаз ретінде, гуру ретінде, ата-ана ретінде ата-анаңызды толықтай қабылдап тұрған болсаңыздар, анги чакра, мынау ойыңызбен, ақыл ойыңызбен, мынау жүректің тұсындағы анахатра чакра және ұстазыңыздың, ата-анаңыздың аяғын ұстап, қайтадан жүректің тұсындағы мына ақыл ойыңыздың анги чакраға тегізсеңіз, қанша жерден сізге көңілі толмай жүрсе де, ұстаздың сізге толықтай ашылып, сізге батасын беретін болады. Осы кезде сіздің жолыңыз болып бір жақсы бір жетістіктерге жете түсесіздер. Мен мысалға осы жердегі барлық нелерді айтып отырам, білімдерді мысалға ағам айтсам, ағам айтады, сенің айтып отырғандарыңның барлығы біздің Құранда бар. Мысалға, ұят болады, обал болады, жаман болады, адал, таза болуымыз керек біз не істесек те, ата-анадан, ұстаздан бата алуымыз керек біз дегендер барлық біздің өзіміздің қазағымызда бар. Және йоганы жасау арқылы, мысалға, спортта тек қана бұлшықетке әсерін береді, көбіне, ал йогада бездерге, гормондарға әсерін береді. Бездер мысалға шешеді біздің ұзын болатынымыз, қысқа болатынымыз, арық болатынымыз, семіз болатынымыз шешеді, ал гормондар біздің денсаулығымыздың қандай болатынын шешеді. Сондықтан да бізде мысалға сүйек бар, бұлшықет бар, омыртқалар бар, сосын ішімізде жүрген жел бар, энергия, күш-қуатты осы жерден аламыз, омыртқаның мысалға жақсаруын, және де осы йогадан алатын